ауданы, Шығыс Қазақстан облысының жоғары Швейцария жерлерінің бірі. Табиғаты өте әдемі, сұлу да сүйкімді орналасқан қазақтың кең даласындағы әдемі жерлердің бірі. Курорттық орын, шетелдіктер келіп бұл жерде өте көп демалады. Қарасаңыздар, таудың бастарында ағарған әдемі қар мүсіндері, қарағайлар, шыршалар, аққайындар әдемі өскен әдемі қазақ даласы. Өте сүйкімді сұлу табиғаты. Қазақтың дархан мінезіне сай келтіре отырып, қазақтың да кең даласын кең қылып берген бізге Алла тағала. Сондай керемет сүйкімділік. Бұл жерлерде негізі курорттық орындар көп ашылып, осындай жерлерде демалысқа адамдар келетін болса, бұл жақ өркендеп өсетін еді. Сондай тілегіміз бар, болашақта бұл жерлердің барлығында курорттық орындарға айналып, шетелдіктер көптеп келіп, қазір кезде аздап қана келетін болса, көптеп келіп курорттық орындарға айнала ма деген болашақта тілегіміз бар. Осындай әсем табиғатты көруге, демалуға. Қарасаңыздар, өте сұлу, сүйкімді орналасқан Алтай тауларының сүлемелері. Қарап сүйсінесің, осыншама жерді аман алып қалған батырларға, ата-бабаларымызға бас ие рахмет айтамыз. Кереметтік, өте әдемі қазақ халқының, қазақ елі, қазақ жері өте керемет. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болған Айжан Исламқызы.